Сәлем достар, бүгін қағазды қалай ламинаттау керектігін сіздерге көрсетемін. Шаблонды 115-135 граммдық фото қағазға шығарамыз. Менің ламинаторым А4 форматқа арналған. Ламинаторлар пленкалардың әртүрлі қалыңдығымен жұмыс істей алады. Әдетте 80 микрон мен 200 микронға дейінгі ламинаторлар қолданылады. Менің алған ламинаторым максимум 250 микрондық екен. Ламинатормен қолданбас бұрын инструкцияны оқып шығыңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Ламинация кезінде қолдарыңызды және басқа заттарды құрылғыдан аулақ ұстаңыз. Ламинаттайтын қағаз дайын болмайынша құрылғыны қоспай тұрыңыз. Шаблонды осындай резакпен кесуге болады. Өзіме классикалық кесу жолы ұнайды. Қағаз бұрыштарын домалатып кесу үшін осындай угловой резак қолдануға болады. Міне біздің кестеміз осындай болады. Мына пленканың арасында құрғақ желім бар екен, сондықтан балалардан ұзақ ұстаңыз. Пленка екіге бөлініп ашылады, бір жағы бекітілген. Кескен кестелерімізді ұқыптап тізіп шығамыз. Үстін жабар кезде бекітілген жағынан жабуды бастаймыз. Кестелер жылжып кетіп отырса, осылай түзетіп отырыңыз. Ламинаторды қосқан кезде оның толығымен қызуын күтіңіз. Пленканы бекітілген жағынан ламинатордың ішіне кіргіземіз. Екі қолдың көмегімен осылай ұстап тұрсаңыз болады. Мына анық суреттерді көрген кезде ламинаторға қатты ғашық болдым. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Материалды кеспес бұрын оны бірінші суытып алыңыз. Құрылғыны сөндіруді ұмытпаңыз. Ламинация қағаздарды су мен шаңнан қорғайды. Құжаттар мен материалдар ұзақ уақыт бойы жаңа күйінде қалады. Қағаздар мен фотосуреттерге кәсіби және әдемі көрініс береді. Кестенің шетін дыракол көмегімен тесіп шығыңыз. Кез келген брелокты өткізіңіз. Бұл кестелерге келетін болсақ, олар оқу материалдарын жаттауға өте ыңғайлы. Біздің Бонбон каналында бұндай кестенің басқа да түрлері бар. Егер де сізге видео пайдалы болған болса, лайк басып, арнама жазылыңыз. Сау саламатта болайық.